Мақатаев Мұқағали Сүлейменұлы 1931 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы дүниеден өткен. Шын аты Мұхаммедқали. Қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, аудармашы. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасымен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алу тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Ауыл орта мектебін 1948 жылы бітіріп, өз ауылында комсомол, кеңес қызметтерінде болған. Кейін аудандық газетте әдеби қызметкер, Қазақ радиосында диктор болған. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып және Мәскеуде Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мұнан соң Социалистік Қазақстан газетінің Мәдениет және тұрмыс жұлдыз журналдарының редакциясында Қазақстан жазушылар одағында 1972-73 жылдары қызмет атқарады. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында, Қойшы бала Әктай ауданындағы советтік шекара газетінде жарияланады. Інімнің ойы, шебер өлеңдері, жастық жыры атты жинаққа енді. Ақылмын деп қалай мен айта аламын. Халқымның өз айтқанын қайталадым. Көпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Деген ерен жырдың жаратушысы ұлы тұлға, ұлы ақын. Осы өлең жолдарын оқыған кезде алып жырдың жаратылысын, жаңа қыры мен сипатын танығандай күй кешесіз. Ақын өзінің қысқа ғұмырында өзіне өзі сенген. Ары таза, жаны мөлдір, жүрегі отты, рухы асқақ жырлары мен көркем дастандары сол сенімінің жемісі. Ақын жаңа ғасыр қақпасын ентікпей, еркін ашып, жаңа 1000 жылдық